Сәлем достар. Бүгінгі сабақта біз дәрігерге қалай дұрыс жазылуды, ауру белгілерін қысқа әрі нақты сипаттауды және болуы мүмкін құрылымын қолдануды үйренеміз. Сәлеметсіз бе? Бүгін сағат 3-ке дәрігердің қабылдауына жазылған едім. Жеке куәлігіңізді көрсетесіз бе? Сіздің аты жөніңіз тұр. Талон алып, анау кабинеттің алдында күте тұрыңыз. Дәрігер босай салысымен шақырады. Қандай шағымдарыңыз бар? Кешеден бері басым ауырып, жұтынсам тамағым ауырып, жөтел пайда болды. Түсінікті. Қызуыңызды өлшейін. Тамағыңызды ашыңыз. Қызуыңыз 38-де 2 болып тұр. Тамағыңызда сәл қызарып тұр. Бұл тұмау болуы мүмкін. Қазір сізге вирусқа қарсы дәрі жазып берем. Тез сауығып кетіңіз. Рахмет сізге. Енді лексика бөліміне өтейік. Дәрігерге барған кезде ең жиі қолданылатын сөздерді бірге қарап шығамыз. Әр сөз ауру белгілерін дұрыс сипаттауға көмектеседі. Қызу көтерілуі, дене температурасының жоғарылауы. Бас ауру, бастың ауыруы. Жөтел, жөтелу. Қабылдауға жазылу, дәрігерге уақыт белгілеу. Тексеру, дәрігердің қабылдауында болу. Дәрі жазып беру, рецепт беру. Белгі, симптом, аурудың көрінісі. Үлгі сөйлемдер. Қызуым 38 болды. Дәрігерге жазылдым. Дәрігер тексерді. Ал енді грамматикаға көшейік. Бүгін біз ө мүмкін құрылымын үйренеміз. Бұл үлгі нақты диагноз қоймай, ықтимал жағдайды жұмсақ түрде айтуға мүмкіндік береді. Бұл тұмау болуы мүмкін. Аллергия болуы мүмкін. Ауру жеңіл өтуі мүмкін. Алтай таңертең өзін жайсыз сезінді. Бас ауырды, қызуы көтерілді, жөтелі пайда болды. Ол емханаға барып, дәрігерге жазылды. Дәрігер тексеріп, бұл тұмау болуы мүмкін деп ем тағайындады. Бос орынды толтырыңыз. Қызуым тұр. Бұл болуы мүмкін. Мен бүгін дәрігерге едім. Жазылған едім, жазылдым, екеуі де норма. Осы жерде жазылған едімді таңдаңыз. Дыбыстап қайталау. Бұл тұмау болуы мүмкін. Қызуым 38 болды. Дәрігер тексерді. Жиі кездесетін қателіктер.
Қызуым бар фразасының орнына қызуым көтерілді, көтеріліп тұр деу дұрысырақ. Жазылдым, жазылған едім. Екеуі де дұрыс. Уақыт белгіленгенін айту үшін екеуі де қолданылады. Енді үй жұмысына назар аударайық. Соңғы рет ауырған жағдайыңыз туралы бірнеше сөйлем жазыңыз. Аурудың негізгі белгілерін сипаттаңыз. Дәрігерге қандай себеппен жазылғаныңызды жазыңыз. Дәрігерден қандай кеңес алғаныңызды айтыңыз. Сондай-ақ, құрастырған сөйлемдеріңіздің бірінде уы, үі мүмкін құрылымын қолдануды ұмытпаңыз. Келесі сабақта базарда саудаласу, баға сұрау, жеңілдік сұрау, сыпайылық тіркестерді өтетін боламыз. Сау болыңыздар!